Қайырлы күн баршаға. Ағылшын тілін нөлден бастап оқып үйрену атты курсына қош келдіңіздер. Бүгін бізде сабақ 3-ші. Егер сіз алғаш рет келіп тұрсаңыз, онда міндетті түрде алғашқы сабақтарды, бірінші, екінші сабақтарды қарауды ұсынамын. Ал енді бүгін біз сабақта не өтеміз? Дауыссыз дыбыстардың түрлерін өтетін боламыз. Міндетті түрде алдарыңызда дәптер, ручка болсын, өзіңізге жаңа болған мағлұматты жазып түртіп алуға кеңес беремін. Ал енді 3-ші сабақты бастайық. Қарап тұрсаңыз, бұл дауыссыз дыбыстарға арналған фонетикалық түймедақ. Білесіздер, ағылшын тілінде 26 әріп бар, оның 20-сы дауыссыз әріп. Ал дыбыс деген бөлек нәрсе. Получается, 24 бізде дауыссыз дыбыс бар екен. Ал біз енді бүгін сол дауыссыз дыбыстардың түрлерін өтеміз. Ең бірінші, байқасаңыздар, бұл ұяң дауыссыз дыбыстар. Қандай дыбыстар екен? Назар аударайық. Ең бірінші, Б. Қазақ тіліндегі Б әрпіне ұқсас. Б дыбысына ұқсас. Бук, бук. Кітап деген секілді, бук. Келесі, екінші дыбысымыз ол Г. Қазақ тілінде Г әрпіне ұқсас. Г. Гөз, гөз, қазы деген секілді. Келесі, үшінші әрпіміз Д. Қазақ тілінде Д-ға ұқсас, тура сол секілді айтылады, Д. Дол, дол, қуыршақ, дол, қуыршақ. Келесі, З. Қазақ тіліндегі З-ға ұқсайды, кәдімгідей З деп айтылады. Оңайы. Әрине, сіз қазақ тілін толық меңгерген болсаңыз, өте оңай болады бұл сізге. Егер сіз 5 жасар болсаңыз, мүмкін әріптерді танымайтын болсаңыз, онда сізге кеңес бермеймін бұл видео сабақтарды көруге, өйткені сіз ең бірінші өзіңіздің ана тіліңізді меңгеріп алғаныңыз абзал. Келесі, мысалы, зу, зо, зоопарк, зо, саябақ деген сияқты. Зу. Келесі, қазақ тіліндегі В-ға келеді, тура В, В, волейбол. В, волейбол. Келесі әріпіз Н, қазақ тіліндегі Н әріпі секілді Н. Нәне, нәне, бала күтуші, нәне. Келесі, Л, то есть қателесіп тұрмын, Л дыбысы. Қазақ тіліндегі Л секілді айтылады. Лемон, лемон, лимон деген сөз, Л. Келесі, М. Қазақ тіліндегі М дыбысына ұқсас, әрпіне ұқсас, М дыбысы. Мысалы, мауз, ауыз деген сөз, ауыз. Келесі, Р. Қазақ тіліндегі Р-ға келеді, бұл жерде дірілсіз айтылады. Бұл дыбыс қой. Ал әріп болса біз ар дейтін едік. Ол айту графикалық атауы. Ал мынау дыбыс Р деп дірілсіз айтылады. Rabbit деген секілді. Келесі, қазақ тіліндегі, яғни И-ге келеді, қысқа И. Мысалы, yellow, сары түс деген сөз, yellow. Келесі, Ж. Қазақ тіліндегі Ж әрпіне ұқсайды, Ж. Мысалы, pleasure, приятный, удовольствие деген мағынада, жағымды сәттер деген сияқты, Ж. Pleasure. Келесі, бұл У, яғни өте қысқа қазақша У сияқты оқылады. Алайда оны айтқан кезде У деп айтып тұрғанда ернімізді кішкене созуымыз керек, алайда В дыбысын айтуға тырысуымыз керек. Яғни У мен В-ның екеуінің қосындысы. У. Қараңызшы, У деген кезде прям У емес, У. Арқасында бір ерін кішкене бір-бірімен түйіседі. В сияқты, бірақ В емес. У. White деген сияқты. Мен white деп тұрған жоқпын, white. Қараңызшы, одан кейін В бар сияқты, white. Келесі, бұл қазақ тілінде мұндай дыбыс жоқ, әрине, бірақ оны айту кішкене тілімізді З сияқты айтамыз, бірақ қазақ тіліндегі сақауландырып айтамыз. Кәдімгі З-ға кішкене ұқсайды, қазақ тіліндегі З-ға, алайда біз сақауландырып айтуымыз керек. Оны айтуымыз үшін тілімізді екі тістің ортасында тілдің ұшы кішкене шығыңқы ол екі тістің ортасында, бірақ жабысып қалмайды. Мысалы, the. Егер жабысса, Т болып қалады. Сондықтан біз the деген әріпті шығару үшін орта белі тұрады да,
ұшы кішкене екі тістің ортасына шығады, бірақ екі тіске де жабыспайды. The. Менекей қайталаңыздар, немесе видеороликті стоп қойып, өзіңіз қайталаңыз. Бұл дыбыстарды білу өте маңызды. The. Мысалы, this, мынау деген сөз. This boy, мына бала. This boy, мына бала деген секілді. Келесі құйрығы бар ың деп айтамыз қазақ тілінде, иә. Кәдімгідей ың дыбысына секілді оқылады. Білесіздер ғой, жалпы бұл дыбыстарды үйрену орыс тіл азаматтарына өте қиындау, өйткені біраз дыбыстар, 7 дыбыс ол орыс тілінде жоқ. Ал бізде қазақ тілде үйрену өте оңай, өйткені бұл дыбыстар бізде де бар қазақ тілінде. Мысалы, long hair, ұзын шаш деген сөз, long hair. Келесі дж, яғни дж, қазақ тілінде әрине бұндай әріп жоқ, дыбыс жоқ, иә, бірақ ж сияқты оқылады. Тек ж емес, алдына д-ны қосу арқылы дж болады. Джон, жігіт, Джон деген сияқты. Мысалы, Джим. Мен қазір жейм деп тұрған жоқпын, иә? Джим. Получается, мына бізде дж болып тұр да. Дж, транскрипцияның ішіндегі дж дыбыс. Ал қазір сіздермен біз, получается, дауыссыз ұяң дыбыстармен таныстық, ал енді қазір сіздермен дауыссыз қатаң дыбыстармен танысатын боламыз. Келесі бізде р, қазақша р-ға келеді. Мен толық түсіндірмей қойын, өйткені бұл өте оңай, қазақ тілінде бар дыбыстар. К, қазақша к. Айырмашылығы, ағылшын тілінде к әріпінің к дыбысы, я к дыбысы да, әріпі де кішкене аяқшасы ұзындау болып келеді. Қарасаңыздар, қазақша жай к, ағылшынша биіктеу к, ұзындау. Келесі т, қазақша т. Келесі с, қазақша с. Ф, қазақша ф. Ал мынау бізде ш. Екі әріптің қосындысы бұл негізі ш. Кішкене бұндай дыбыс жоқ, сіздерге таныс емес болуы мүмкін. Бұл бізде ш әріпі. Қараңыздар, ш әріпі. Назар аударыңыздар, иә. Келесі бізде бірден көргенге сіздер ойлап қаласыз, ө әріпі шығар деп. Жоқ, алайда бұл ө әріпі емес, балар. Бұл қазақ тілінде бұндай дыбыс жоқ деп те айтуға болмайды, өйткені бұны біз қазақ тіліндегі с әріпіне ұқсайды, бірақ сақауландырып айтуымыз керек. Мысалы, с. Тура жаңағыдай екі тістің ортасына тілдің ұшы шығыңқы болу керек. С. Бағана біз the әрпін өттік қой, мына дыбыстың негізі сыңары бұл. Мынау өйткені басымырақ айтады з деп. З әрпіне ұқсайды ғой, бірақ сақауландыру the ғой. Ал мынау бізде сақауландырған с әрпі екен. Мысалы, thick book, қалың кітап. Thick book. Қайталаңыздар менеке, thick book. Окей? Келесі бізде мынау екі әріп, екі дыбыс ч. Орысша жаңағы ч әрпіне ұқсайды, бірақ қаттырақ айтамыз ч. Мынау ч ғой, ана алдында какой-то бір т слегка айтылады да, екеуі қосылып қатты айтылады. Ч. Чин деген сияқты. Екі, иә, чин. Келесі бұл х әрпі, яғни қазақ тіліндегі х әрпіне ұқсайды, бұл х дыбысы. Тыныс алған сияқты да, мысалы, horse емес, прям horse. Кішкене мынау телефонның үстіне шаң түсіп тұрып қалған кезде дейміз ғой, сол сияқты horse. Окей? Келесі, ал енді жаттығу жасап көрейік, қазіргі өткен дауыссыз қатаң ұяң дыбыстарына байланысты. Ал кеттік онда. Б, к, х, г, р, к, л, з, м, н, ф, у, п, с, з, у, з, р, т, п, с, ф, д, ф, г, з. Ал енді сіз тоқтатып қойыңыз да осыны паузаға. Сосын өзіңіз айтып шығыңыз. Дұрыс па, дұрыс емес пе, сосын өзіңіз тексеріңіз. Енді келесі екінші жаттығу. Кетті онда. К, з, в, н, з, м, у, п, с, з, ф, у, р, т, п, ф, с, д, ф, г, х, з, к, з, в, н, ф, к. Жалпы тағы да осылай тоқтатып қойып, өзіңіз қайталаңыз. Міне қазір сіздер уже дыбыстарды меңгеріп жатырсыздар. Егер сіздер қатесіз оқыған болсаңыз, жарайсыздар, сіздер уже түсіндіңіздер деп ойлаймын. Және қателеспейсіздер деп ойлаймын. Thanks for attention. Сіздерге үлкен рахмет. Келесі 4-ші сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.